Латын әліпбиіне көшу ұлттық сана жаңғыруының ең маңызды тұсы. Талғар ауданындағы тұрғындармен кездесуде тіл мамандары осылай деді. Облыстық тілдер дамыту басқармасы бұл шараны елбасы тапсырмасына сәйкес ұйымдастырған. Арнайы жасақталған топ мүшелері өңірлерді аралап, латын қарпінің тиімді тұстарын елге насихаттауды көздейді. Сонымен қатар келелі кеңесте жаңа әліпби нұсқасын таңдаудағы тың ұсыныстар да тыңдалады. Тақырыпты тілші толықтырады. Қазақ жұртының осыған дейін 3 мәрте қарып алмастырғаны тарихтан белгілі. Алайда бұл жолғы науқанның жөні бөлек, сипаты ерекше. Бір сөзбен айтқанда ұлтқа тигізер пайдасы орасан. 2021 жылдан бастап бірінші сынып оқушылары жаңа әріппен оқиды. Алайда білім жүйесіндегі кейбір кемшін тұстар осындайда байқалып қалатыны жасырын емес. Әрине ұстаздар қауымы жаңа әліпбиді қолдап қуаттайды. Десе де ұрпақ қамы үшін өздері жүрген салаға айтар уәждері де жоқ емес. Орыс тілді оқитындар сол кириллицамен қалады деп отыр. Ал ертең біздің балаларымыз бірінші сыныпқа барған кезде орыс тілі пәні жүреді, ағылшын тілі және қазақ тілі үшеуі қатар жүреді. Бұл кезде қиындық туатын дүние, сонда ол бала латынша әліпбиді ана тілін танысу ретінде оқу керек. 6 жастағы бала 3 харіпті тану керек болады. Бұл мүмкін емес нәрсе. Сондықтан да балалар Жапон еліндегідей алдымен ана тілінде жаңа жазуды меңгеріп, өзге тілді 12 жастан бастап үйрене бастауы керек деген ұсыныстарын айтты. Талғардағы талқы қызу болды. Білікті ұстаздар қазақтың жаңа қарпі туралы өз ұсыныстарын айтып, кейбір кемшіліктерді де көрсетіп берді. Кез келген тілде ешқандай апостроф жаңа әріп жасамайды. Ал енді жаңа нұсқаларыңызда апострофты қоямызда қазақтың төл тоғыз дыбысын жасап шығарамыз. Бұл біріншіден дұрыс емес. Екіншіден жасаған кезде сіздер жазуларыңызды ұзартады. Мысалы, мен кез келген төл әріпті жазу үшін клавиатурада өзімнің әрпімді, аны, оның жанына апострофты бөлек жазып отырамын. Бұл жұмысты қиындатады. Және де апостроф ешқандай елде жаңа әріп жасау қызметінде қолданбайды. Иә, мұндай ұсыныстар керек-ақ. Елбасының өзі жаңа әліпбиді дәл осындай қоғамның талқысына ұсынып отыр. Жыл соңында нақты нұсқа бекігенге дейін кез келген ұсыныс тыңдалуы тиіс. Біз сондықтан да осы шараны ұйымдастырып отырмыз дейді бас қосуға ұйытқы болғандар. Бұл еліміз, халқымыз, тәуелсіз Қазақстанның дамуы үшін керек үлкен бастама. Рухани жаңғырудың ең басты маңыздысы осы латын әліпбиіне көшу. Осылайша талғарлық тұрғындар жиында емін-еркін өз ойлары мен ұсыныстарын айтты. Жыл соңына дейін бекітілген жаңа графиканы асыға күтетінін де жеткізді. Ал аталған шара алда өзге аймақтарда да жалғасын таппақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы.